Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым, менің арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Міне оразаның 12-ші күніне де келіп қалдық. Бүгін Алматыда күн жылы. Ауыз ашатын уақыт таяп қалды. Күннің ұзарғаны көрініп тұр. Күнде осы уақытта кішкене қараңғы түсіп, машиналардың жаңа жарықтары қызарып көрініп тұратын, бүгін ондай емес екен көрініс. Енді мен бүгінгі жасайын деп жатқан тағамым бар болғаны бір 5-6 картошка алдым, және бір сәбіз алдым, бір бөлек қана ет алдым. Соныменен қазір бір жақсы тамақ жасап шығаратын боламыз. Құрметті менің оқырмандарым, егер менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күнгі шығарып отыратын бейнемді жіберіп алмай көріп отырасыздар. Менің арнамда түрлі тағамдардың дайындалу жолдары өте көп. Менің өзімнің тәжірибемнен өткен рецепттер деп айтсам да болады. Сондықтан да менің жасап жатқан рецепттерім бойынша жасасаңыздар, ешқандай да өкінбейсіздер деген бет. Міне мен етімді де осындай қылып турап алдым. Енді май құйып, картошкаларымды майға қызартып, қуырып алайын деп жатырмын. Екі жағын сіздер көрсеңіздер, мен картошкаларымды ирек-ирек қылып турап алдым. Енді бір пияз қажет болады. Сол пиязымызды турап алайық. Енді пиязды мен домалақтап кесіп атқан себебім, бұл пияздың жаңағы бір 4-5 бір жақсы әдемі туралған жерін қазір тамағымның бетіне оформление жасайын деп, сол үшін домалақтап кесіп жатырмын. Қазір енді көктем қыстан шығып тұрған пияздар турауға кішкене жылжып, сусып, кішкене жаңағы бір ыңғайсыздық туғызып жатады. Қыстан шығып тұрған пияздар болғаннан кейін. Осындай қылып домалақтап турап алдым. Енді қалғандарын бәрін уақтап турай беруге болады. Пияздарымыз да туралып болды. Енді жаңағы біздің картошкаларымызды кері аударамыз. Енді ең бірінші май әбден қызып болғанша, осылай картошкалар қызарып болмайды. Майымыз әбден қызу керек. Енді кішкене тағы да мүмкіндік берейік, әбден қызарсын. Міне осылай әдемі болып қызарып жатыр. Бірінші бөлігін түсіріп аламыз қазір. Содан кейін 2-ге бөліп қуырып алайын деп жатырмын. Осылай қылып түсіріп аламыз. Өте әдемі тамақ шығады қазір. Өнебе уақтап турап қуырғаннан гөрі бір мезгіл осындай да қылып жасауға болады. Жазда енді өте ерекше шығады. Жазда помидор да көп болады. Болгар бұрыштары көп болады. Не салсаң да өзің білесің. Өзіңнің еркің жаңағы әдемі қылып жасауға пісіруге болады. Қазір енді қыстың ортасы болғаннан кейін қол жетімділік кішкене азғантай. Өйткені бүткіл жаңағы көкөністердің бәрі өте қымбат. Сондықтан да барды пайдаланып, қол жетімді қылып, оның өзін әдемі қылып пісіріп берсеңіздер, қуана жеп алады. Міне кішкене күн қарайып келе жатыр. Манағы қарағанда пробка басталып жатыр. Осындай уақытта Алматыда пробка басталып кетеді.
Міне екінші бөлігі де осылай тез қызарып жатыр. Манағы бірінші партиясына қарағанда екіншісі тез қуырылып жатыр. Енді бөлек ыдысқа жаңағы етімізді қуырып аламыз, жақсылап тұрып. Мен табама біразғантай майды құйдым. Енді ет, менде соғымның еті, әдейі тұздамай, бірден қатып тастаған ет, свежий күйінде. Мұзы да енді жібіп жақсы болып келатырған ет. Осындай бөліп әртүрлі бөліктерге үлкендеу, орташа қылып салып тастаймын, мен тұздамай. Осындай бір ерекше тамақ пісірген уақытта қажет болады. Міне еттерімізде тым жақсы қуырылып жатыр екен. Етіміздің пісуіне кішкене мүмкіндік жасаймыз, әрине. Бұл тамақты қазан кебап деп те айтып жатады. Ол енді мен енді олай деп атайын деп жатқан жоқпын. Бұл өзіміздің қазақбайский тамағымыз. Енді мен дәмдеушілерден тұз, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш алдым. Өзімдегі бар дәмдеушілерім осылар. Осының бәрін жақсылап тұрып араластырып жіберіп жатырмын. Түбіне біразғантайын алып қалам. Сосын оны кішкене суға езіп, қазір бәрі картошкаларымызды салған кезде сол бетіне тағы да кішкене құю үшін суға езіп қоямын. Енді жаңағы турап алған сәбізімізді, картопымызды бетіне салып, отымызды бұқтырып, өте жай отта бетін жауып қалдырамыз. Нағыз ауыз ашатын уақытта ысылай бере қоятын боламыз содан кейін. Енді жаңағы біразғантай алып қалған менің дәмдеушілеріме су құйып езіп қойған болатынмын. Соны біразғантай картошкаларымыздың бетіне кішкене себезелеп қойып жатырмын. Міне осылайша менің тағамым дайын болды. Мен өзімше жақсылап, әдемілеп, тәбетті етіп ұсынуға тырыстым. Картошкаларымды жан-жағына орналастырып, одан кейін сәбізімді, ортасына етімді қуырылған, бетіне пиязбенен әсемдедім. Міне менде осындай тамақ шықты. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Менің арнамда келесі кездескенше дегім келеді. Қош сау болыңыздар.